Тағы кім бар? Болды. Иә, бастай берейік. Қосылғандар, қосыла жатар. Уақыт бастаған дұрыс қой. Кеш, бүгін бізде тағы да спикинг клубты өтетін боламыз, яғни тек қазақша сөйлесейік. Сіздердің қатысып жатқандарыңызға бірнеше уақыт болды ғой. Қазіргі таңда сіздер өздеріңізден қандай нәтижелер байқап бастадыңыздар? Альбина, кешірім сұраймын. Зумда записьті мен жасайыншы. Иә, мен жасайын зумда. Иә, иә, әрине. Менің сұрағыма жауап берсеңіздер. Запрос жібердім. Зумға запрос жібердім. Нәтижесін қатты бір Мгм. Қазіргі таңда сіздер осы спикинг клубқа қатысу арқылы өздеріңізден нәтиже көріп жатырсыздар ма? Камераларыңызды ашсаңыздар, тіпті жақсы болар еді. Менің дауысым естіліп тұр ма? Естіліп тұр, иә, Альбина? Естіліп тұр, аха. Қайырлы Қазір. кеш. Мгм. Мгм. Кеш жарық, саламатсыздар ма? Емес пе? Қазіргі таңда сіздерде нәтиже болып жатыр ма осы спикинг клубқа қатысу арқылы? Қандай тәжірибелік жұмыстар атқарып жатсыздар күнделікті? Менің дауысым естіліп тұр ғой, иә? Иә, иә. Сұрағыма жауап бере қойсаңыздар. Сосын әрмен қарай жалғастырамыз. Ал, мен де экранды қосып алайыншы. Жақсы, онда жалғастыра берейік. Орта жағынан сұрап алармыз, иә? Мен бірнеше Мгм. видеороликтерді дайындап келген болатынмын. Оның арасында мультфильмдер де бар, және де қазіргі таңда кинотеатрларда немесе сериал түрінде теледидарларда көрсетіліп жүрген фильмдер. Ең бірінші кіріспе ретінде видеоны көрсек. Дауыс шықпайды, Альбина? Дауыс бар Дауысы ма еді? негізі бар. Дауыс Қазір шығып мен тұрған жоқ. Мгм. Дауыс жоқ. 5.000 теңге, дала, гүл, қызғалдақ талас. Ақша туралы айтып жатыр ғой шамасы. Кешіріңіз. бұл видео негізінде Қазақстан Республикасына байланысты болған еді. Жақын арада Мгм. 16 желтоқсан келе жатқандықтан, өзіңіздің еліңіздің әр өңірлеріңіз туралы сөз қозғасақ деп арнайы жасаған видеом еді. Сіздер негізі қай өңірлерденсіздер? Сол бойынша сөйлесек. Сұрақ қоя берейік. Иә, жұлдыз, жұлдыз, сіз қай жақтан боласыз? Мен Оралдамын, бірақ Оралдан. иә, бірақ қазір мен Алматыда тұрмын. Тұрасыз. Алматыда тұрасыз қазір, иә. Иә, Мария, сіз ше, қай жақтансыз? Мен Алматы облысы тұрамын. Алматы Қоңырат. облысында, иә. Туған жеріңіз қай жер? Алматы қала. Алматы қаласы, иә. Жақсы, Қамырат, сіз ше? Негізі мен Алматы облысы, Шелек ауданы, Қаратұрық деген ауылдан дүниеге келдім. Қаратұрық деген Бірақ ауылдан сіз. иә, қазір мен Алматыда осы 20 жылдан асып кетті. 20 Алматы жылдан қаласының асып азаматы болдым. Иә. Өте жақсы. Ары қарай Альбина, сұрағыңызды қоя беріңіз. Мен Алматы қаласынамын. Алматы қаласында туылғам, бірақ мен Райымбек ауданында мектеп бітірдім. Сол жақта
балалық шағым сол жақта өтті, бірақ дәл қазір уақытта Алматыда тұрамын. 20 жылдан аса мен де осы Алматы қаласында тұрамын. Мгм. Мгм. Мен де Алматы қаласының тумасымын, осы жерде оқыған, жалпы өніп өскен болатынмын. Енді менде сұрақ сіздерге, өздеріңіздің өңірлеріңізден сіздерге не ұнайды? Бір болады ғой, сағынышпен қарсы алатын кездер, немесе өзге елге барған кезде сағынатын кездеріңіз. Ең бірінші нені сағынасыздар? М, Мен мысалы шетелге барсам, мен Қазақстанның кеңшілігін, ауасын сағынам. Кеңшілігін, сондай, білмеймін, басқаша сезім. М, Өзімнің үйіме келген сияқты сондай әсер аламын, білмеймін. Шетел маған бір жат сияқты. Сондай. Сіздер ше, Хамра, сіз ше? Менде енді сағынатым көп нәрселер бар. Мысалы, мен жыл сайын отбасыммен Абу Дабиға барам, 2 айға сапармен. Қазір де қаңтар Мгм. ақпан сол Абу Дабида болам. Енді көп сағынатын ол нанды сағынамын мен. Мысалы, біздің өзіміздің наны бар ғой. Сол мысалы Абу Мгм. Дабида жоқ, сол мен Дубайға барып, сол Дубайдың тап сол нанды жейміз. Балдарым да сағынады. Тек қана сол нанды сағынамыз ғой. Біздің осы Мгм. Қазақстан наны сияқты еш жерде нан жоқ. Олардікі бір лаваш па, білмеймін, жесең Иә. пластмасс па, ол не. Сон М, тағы бір сағынатым ол таксистер. Мен келгенде мысалы жұлдызға көп болса бір 1000 теңге шығар. Таксисттер мгм. сразу айтады ғой, 15 000 теңге дейді. Сол жағында да сіздеріміздікі, иә. Мен етті сағынам, айтпақшы. Иә, етті де сағынамыз, иә, біздікі мынау қазақтың еті сияқты енді әлемде жоқ шығар деп ойлаймын. Иә. Қазын сағынам, етті сағынам, біз өзіміздің тамақтарымызды сағынам. Иә. Лағман, плов, манты, бәрін сағынам. Мысалы, Мгм. Түркияға барсақ та дұрыстап осы жақтағы сияқты лағман болмайды ғой. Ет те жоқ, Иә, иә. тамақтар де басқаша. Еуропаға барсаң тіпті ол жақтың тамақтары қайсы халал, қайсы харам деп сөйтіп жүресің. Сондықтан біздің тамақтарға жетпейді деп ойлаймын. Мария, сіз нені сағынасыз? Шетелге шығып көргенсіз ба? Сіздер енді жассыздар ғой, енді шығатын шығарсыздар шетелге, иә? Әлде шығып көрдіңіз ба шетелге? Мария? М, Мен Қазақстанды аралап, Қазақстанды араладыңыз, иә? Мгм. анда Қандай Шымкентте болып, Таразға Мгм. болдым. Күшті. Ой, сіз ең күшті жерлерге барыпсыз ғой, Иә. Шымкентке, Таразға барсаңыз. Ол жердегі ең қонақжай, тамағы да күшті жерлер ғой Қазақстанның. Мгм. Күшті. Иә. Жұлдыз, Жұлдыз, сіз ше? Оралда мен анамның туыстарда менің әжем тұрады, сол мен әжемді сағындым. Әжеңізді сағынасыз, иә? Мгм. Әжеңізді ойлаған кезде қандай ойыңызға не келеді? Несін сағынасыз әжеңіздің? Білмеймін, бірақ балалық шақ, мен балалық шақ Оралда болды. Мгм. Балалық шағыңыз Оралда өтті ғой, иә? Содан кейін Иә. Оралды сағынасыз, иә? Мгм. Достарыңыз, иә? Менде Отбасыңызбен қызықты өткізген. достар жоқ, тек қана туыстар. Достарыңыз жоқ па ол жақта? Достарыңыз осында ма? Иә. Иә. Мгм. Өте жақсы. әрмен қарай Альбина, жалғастырайық. сұрағыңыз қоя беріңіз, жауап береміз біз. Жалпы қазіргі таңда сіздер өздеріңіз бастадыңыздар ғой, тағам жайлы, салт дәстүрлер жайлы, сағынатындарыңыз туралы, иә. Енді сіздерге қазақтың қандай салт дәстүрлері ұнайды? Мысалы, біз өте қатты ұстанамыз ғой, бесікке салу, қыз ұзату, және де үйлену тойды да ерекше өткіземіз, тұсаукесерді де. Қайсысын жақсы көріп, құлшыныспен барасыздар деп айтқым келеді. Жұлдыз, сізге қай салт дәстүр ұнайды? Маған как той дәстүрлі ұнайды, Мгм. бірақ бір дәстүрлі ең үлкен ұнайды, олай менде жоқ, білмеймін.
Жалпы барлығы ұнайды, иә, сізге? Жақсы, Иә. рахмет сұрағыңызға. Мария, сізге ше? Беташар, тұсаукесер және қыз ұзату ұнайды. Мгм. Мұрат, Мария, сіз қандай тойға барғансыз? Қандай тойға барғансыз? Беташар. Қазақ Беташарға барып көрдіңіз бе? Мгм. Қай Иә, жақта? менің Алматының ба? үлкен ағам, иә, М, Алматыда менің үлкен ағам мгм. беташар болады. Мгм. жақсы, жауабыңызға рахмет, Және Мұрат. тұсаукесер. Мгм. Енді маған енді көп ұнайтын той ғой, енді тойға баратын болсам, қазақтың тойға баратын болсам, күшті ғой, тамада, әндер, тамақ астар бәрі күшті, жоғары деңгейде. Енді ұзатуға бардым, ұнады маған ұзату. Енді смысл мағынасы, иә, осы Мгм. мағына саукесер. Мысалы қазір бізде де ұйғырдарда мысалы саукесер жоқ, бірақ бізде де қазір жасап жатырмыз. Себебі мағынасы күшті да оныкі. Бірінші Мгм. қадам жасап деген, енді бұл күшті нәрсе ғой, бұл әлемде бірінші қадам деген, табысты болсын, тағы несі, маған да ұнады. Енді балдарымға жасамадым, енді немеремде болса мен міндетті түрде саукесер жасаймын. Мгм. Қазақта Мира апай, мынандай біз негізі тойлардың ішінде шілдехана деген той бар ше. Бала туылған кезде, жаңадан туылған кезде шілдехана той жасайды. Сосын 40 қасық су құяды. Әйелдер Иә, жиналып шілде той. Сонда әр суды құйған кезде бақытты болсын, өмірі ұзақ болсын, бай болсын, білімді болсын, енді көп қанша әйел отыр сонша ана 40 қасық біткенше суды сөйтіп тілек айтып құяды да, кейін сол суды алып баланың үстіне шомылдырады ғой. Сонда қырқынан шығару дейді, ана суменен шомылдырады. Сонда маған ұнайтыны мына су өзінің бойына түрлі ақпараттарды жинайды екен. Жаңа айтқан иә, адамдардың несі, жақсы тілегі суға ақпарат болып сіңіп, сол баланың бойына дариды деп ойлаймын да мен ше. Былайша иә. дұға сияқты да, сол керемет Дұрыс нәрсе ғой деп айтасыз, иә, ойлаймын. иә. Сол Тем шілдехана более маған ұнайды. научно доказано ғой, ол Иә, бәрі иә, иә, научно ғылыми доказано. дәлелденген ғой, иә, Иә, суға ғылыми сондай дәлелденген. ақпарат сіңеді деген. Сол Мгм. сол дәстүр қатты ұнайды. Негізі дәстүрлердің бәрі жақсы. Әр халықта бар ғой ондай жақсы жақсы дәстүрлер. Сол бірақ қазақтың сол бала туыла салған кездегі сол дәстүрі әсіресе өте жақсы деп ойлаймын мен. Мгм. Мгм. және де балаға үстіне батпасын деп арнайы ит көйлекпен сол уақытқа дейінгі аралықта кигізіп қояды ғой. Оны бөлшмедіңіздер. Сол ит көйлекті, яғни теріс кигізеді кейінді. Балаға көз тимесін деп бірнеше күйемен жағып қояды, және де жаңа Вера апай айтып жатқандай тиын салып қояды балаларға. Кейін оны балаларға арнайы таратып береді деген сияқты. Негізі салт Мгм. дәстүрлердің барлығы өте жақсы. Ә, Иә, дәстүрдің ішінде тағы да мына нәрсе бар ғой. Ырым деген нәрсе бар да. Ол дәстүрден бөлек ырым деген. Мысалы көз тимесін деген мына жеріне күйе жағып қояды, иә. Мгм. Баланың киімін түрін бұзып қояды көз тимесін деп. Көз тию деген де бар ғой. Орысша сглазить дейді ғой, иә. Сол Иә, иә. көз тимесін деген нәрсе қазақта сондай ырым, Көз ол да тиеді, жақсы. көз тимесе сөз тиеді деп атам Иә, қазақ иә, бекер дұрыс айтпаған ғой. айтасыз. Иә, иә, Иә. дұрыс айтасыз, иә. Көз айтасыз. тиеді, көз тимесе сөз тиеді деген дұрыс айтасыз. Ары Мгм. қарай Альбина ханым сұрақтарыңыз болса айта беріңіз. Сіз жаңағы Біз хабарландыңыз, даярмыз. иә? Алматы облысынан Қаратұрық деген өңірдемін дедіңіз, иә? Қазақ Иә. пен ұйғыр аралассыз ғой, түсінгенім бойынша. Иді толыққанды. Сұрағыңызды түсінбей қалдым. Тағы бір рет Ұлтын айт. сұрап тұрсыз ба? Ұлтын Менің, сұрап. иә, ұлтын сұрап тұрмын. Менің өзімнің бойымда анам ұйғыр, папам қазақты, бірақ анамның А, түрінен ұйғыр деп көрінбейді негізінде. Сол себепті сұраған едім. иә. Мен ұйғырмын, иә. Сол Қаратұрықта туып өстім. Иә, бірақ қазір енді қазақ тіліне өте көп уақыт жұмсап жатырмын енді. Қазақ тілін үйренбесем енді ұят болады деп ойлаймын. 30 жылдың тәуелсіздік асты. Әлі бүгінгі күнге дейін қазақ тілді жақсы білмейміз. Ұят деп ойлаймын да. Сол себептен енді салмақты түрде, салмақты дейді ғой, серьезный. Иә, Иә. салмақты бастап жатырмын. Сіз, Альбина ханым, кітап жібердіңіз ғой маған PDF файлда. Соның Боды Шифр деген кітапты қазір оқып бастадым. Уже 20% оқып бітірдім. Енді қаржылық еркіндік деген кітапты.
сол қуантатын жері, мысалы 100% түсінбесімді 95% түсіндім. Сол жағы маған өте мотивация берді маған, шабыт берді маған. Сол үшін тағы енді жалғастырайын деп жүрмін. Сізге көп рахмет, алғысымды айтамын сізге. Сізге рахмет. Және тағы Альбина ханым, тағы бір айтатын, мысалы сіз мақал мәтіндерін жібердіңіз ғой. Атам қазақтың мақал мәтіндерін жібердің, баяғы замандан келген. Соны оқып бірнеше қызық келді. Мысалы біз ұйғырдар, қазақтар, қазақстандық азаматтар шетелден келген бір кітап болса, соған қуанамыз. Мына Брайан Трейсидің кітабы, мына ананың кітабы, мына деп. Бірақ мысалы соншама мақалдар бар, кітап жазудың қажеті жоқ та. Мысалы бізде бар да ол. Соған да шок болдым да. Мысалы Бауыржан атамыз айтады ғой, тәртіпке бағынған адам құл болмайды деп. Мысалы бір сөзмен айтқанда, бірлік жоқ жерде тірлік болмайды деген, мысалы қаншама жақсы нелер бар. Сол жағы да сізге рахмет. Соны бәрін жаттадым. Мындай карточкалар бар менде. Күн сайын сол карточкаларға жазып, сол мәтіндерді күнде жаттап жатырмын енді. Сізде жақсы Тамаша. нәтиже болды. Өте күшті. Рахмет сізге. Сізге де рахмет. Еңбектенгенде дұрыс айтасыз, Қалмұрат мырза. Еңбектенген жерде негізі нәтиже болады. Егер әрекет қылмай жүріп, мысалы ағылшын тілінде оқымай жүре беретін болсақ, нәтиже шығармаймыз ғой. Ешқандай да сол сияқты қазақ тілінде кішкене жаттап, оқып, әрекет қылмасақ, бұдан да нәтиже шығара алмаймыз. Сондықтан сіздің Құдай қаласа. бағытыңыз дұрыс. Бұл жерде ең алдымен сіздің өзіңізге шынайы ниетте бастауыңыз ғой, кейіннен нақты мақсат қоюыңыз арқылы жүзеге асып жатыр да. Біз себепші болып жатырмыз. Әрекет сізден болып тұр ғой, сол себепті өз-өзіңізге де әрқашан алғыс айтуды ұмытпаңыз. Жалпы бүгінгі сіздердің көңіл күйлеріңізді анықтау үшін бұл мультфильмді бәріңіз көрдіңіздер деп ойлаймын. Мария мен Жұлдыз әлбетте көрді деген ойдамын, себебі головоломка ол біраз уақыт бойы кинотеатр афишаларында тұрған болатын. Сол бойынша бүгін сөйлесейік, иә? Бүгінгі көңіл күйлеріңіз қалай? Мысалы, қуаныш. Мен көрмеппін бірақ. Көрсеңіз болады, апай, қазақша нұсқасы да бар. Қаласаңыздар мен жіберейін. Ашу, қорқыныш, ұят, жиіркеніш, қызғаныш, енжарлық, үрей. Бүгін сіздерде қай көңіл күйлеріңіз болып тұр осы фотолар бойынша, суреттер бойынша? Мария? Қуаныш. Сізді бұл қандай нәрсе болды? Сол туралы айтып бере аласыз ба? Бүгінгі күнде шығар, иә, дәл қазір емес, бүгінгі күн, бүгін таңнан кешке дейін қандай қуанышты оқиға болды дегіңіз келіп тұрған шығар, иә, мен солай түсіндім. Жоқ, мен солай Мария, қойдым. иә, дәл қазір емес, таңертеңнен қазіргі уақытқа дейін, күні бойы, целый день дейді ғой, күні бойы қандай қуанышты оқиға болды. Және қайғылы сессия. Мүмкін қайғылы. Дұрыс айтасыз, иә. Иә, стресс. Мына жерде не бар? Қорқыныш, иә, қорқыныш. Стресстің аудармасы бар ма? Ашу. Не Және бар ашу. тағы? Ұят болды ма? Жоқ. Үрей, тревожность болған шығар деп ойлаймын. Үрей өте. Үрейлі күн болды ма бүгін? Иә, Сессиядан төмен баға алып қаламын деп үрейлендіңіз ба? істеуге уақыт жоқ. Жақсы, Жұлдыз. Бір нәрсеге ашуландыңыз ба, Мария? Бүгін ашуланған жоқсыз ба? Әлде, ну, немного. Кішкене. Кішкене. Аздап, иә. Ары қарай, Жұлдыз. Тыш күнім болды, білмеймін. Қуаныш. Қуаныш болды. Не нәрсеге қуандыңыз, Жұлдыз? Неге қуандыңыз? Сессиядан жоғары балл алдыңыз ба?
Жоқ, менде Мариямен болады сессия. Иә. Мгм. Бірақ иә, сессиядан кішкене стресс болады. Бұл біздің бірінші сессия. Білмейміз не болады. Мгм. Бірақ Жақсы өткізесіз. қуаныш болды. Жақсы, Мгм. Хамрат, сізде? Бүгін негізі енді қуанышты күн ғой, бүгін енді демалыс күні болған күн қуанышты болды. Бірақ бүгін ауылдан мамам келген еді қонақтарға барайық деп, туысқандарға барайық деп. Сонымен туысқандар Заря-Востокта тұрады. Заря-Востокты білесіздер ғой, ықшам ауданы Заря-Восток, Барахолканың қасында. Сол Иә, жерге иә, иә. бардық, қара сұмдық пробка деген 2 сағат тұрдым. Ашуланып бүгін. В общем, Кептелісте тұрдыңыз. сұмдық масқара болды ғой бүгін. Қазір ғана келіп балдарымды құшақтап кішкене қуандым. Мгм. Екі Иә, сағат, қазір 2 сағат. Қаланың ішінде 2 сағат деген ол машина сұмдық. көбейіп кеткен ғой қазір, иә. Қалада Иә, машина өте көп. және Мгм. жаңа жылдық ажиотаж, қазақша қалай екен ажиотаж? Жаңа жылдық ажиотаж басталды деп ойлаймын. Сол себептен енді пробка Қарбалас. масқара болды бүгін. Иә, неге адамдар сөйтіп қарбаласып естері шығады екен, иә? Естері шығып, тамақ магазинде, дүкендерде тамақ таусылып қалатын құсап, тамақ сатып алады, иә? Мен таңқаламын соған. Мен де Ол қанша таңқалдым. сатып алса да Қаншама жетеді ғой. Таусылмайды ғой ол. Сізде қандай күн болды, Лер апай? Сосын жалғастырайық. Менде бүгін қызық күн болды өзі. Кеше менде үлкен шара болып, соны өткізіп, қатты шаршап, сөйтіп жұмысқа әйтеуір баруым керек қой деп бардым. Сөйтіп барып едім. Бүгін қыздарым, студенттерім соңғы күн екен. Партада отырған 4-ші курстарым бүгін бітіріп жатқан. Солар маған гүл сыйлады. Маған неше түрлі тілегін айтып, тілектерін гүлдің ішіне жазып қойған екен. Қыздармен бірге суретке түстім. Сонда бір қуанышты сәт болды. Одан бір студенті маған арнап өлең шығарып алып келіпті. Ол өлеңін тыңдадым. Соны солардың барлығы мына адамға қуаныш сыйлайды екен. Содан кейін біраз шаршадым. Кейбір қыздарым ол сабақ біткеннен кейін басқа топтардан аралық бақылау алдым. Аралық бақылауға кейбіреулер дайындалмай келіпті, білімдері нашар, соған біраз ренжідім, ашуландым. Енді қатты ашуланған жоқпын, сәл пәл ренжідім енді. Неге дайындалмайды, неге оқымайды деген сияқты. Содан кейін үйге қайттым. Кептеліске түсіп қалмайын деп тезірек сағат 4:30-дарда шығып кеттім. Егер сағат 6-ға қалатын болсам, кептеліске түсіп қаламын да, менде 8-де бірақ келетін едім, 2 сағатта үйге дейінгі жер. Менде мына үйім мына 1-ші Алматы жақта да. Осы жаққа кейде кептеліс көбейетін болған. Бұрын уақытта, осыдан 10 жыл бұрын машина айдап жүрген кезімде ондай кептеліске түспейтін едім. Қазір кептеліс көбейіп кеткен. Сол машина айдаған кезде адам не деп отырады ғой мындай. Аздаған стресс дейді ғой. Аздаған стресс болады да. Жол шаршатады адамды, шынында да. Машина айдағаннан, былайынша өзі машина айдағаннан адам демалады ғой. Мен бірақ қатты демаламын деп айта алмаймын кептеліс кезінде. Шаршаймын. Сол бүгінгі өткен жағдай. Жақсы, Жалпы рахмет. шүкір, қуанышты күн болды бүгін. Жақсы күн болды. Жақсы, рахмет. Әрбір күндеріңіз қуанышқа толы болсын деп тілеймін. Ары қарата жалғастырайық. Бір минут. Мгм. Қазіргі таңда біз қазақ тілін үйреніп жатқаннан кейін қазақ тіліне етене мән беру біз үшін ол маңызды бір бөлік болып табылады. Себебі осы уақытқа дейін білесіздер, бізде осы қазақ тілінің негізін қалау үшін бірнеше ұлы тұлғаларымыз жұмыс жасаған болатын. Соның бірі де бірегейі ол Міржақып Дулатұлы мен Ахмет Байтұрсынұлы. Яғни Міржақып Дулатұлының қалай сабақ жүргізген және де Ахмет Байтұрсынұлының өзінің сериалынан үзіндісін алып келген едім. Соны көріп, сосын сол туралы ой қортайық, иә? Бір минут. Енді аударып. Ой. Жақсы, бәрі көрініп естілді ғой, иә? Мгм.
Осы фильм бойынша талдау жасайтын болсақ, не түсіндіңіздер? Міржақып Дулатұлы нені жеткізгісі келді деп ойлайсыздар? Қалмұрат мырза? Енді менің түсінгенім, енді ол көрсетті ғой, адам қандай болу керек. Мысалы, оқымысты адам деген қандай адамды оқымысты деп айтамыз. Көп кітап оқитын, көп оқитын адамды. Жалқау деген жаман ба, жақсы нәрсе ме, соны айтты балдарға. Енді негізі сабақ өту ұнады, динамично, мобильно өтті, бәрі тез. Күшті екен. Жұлдыз, сізге ше? Маған осы видео ұнайды. Оны смысл қалай болады? Оны смысл Ойын. ойын Мгм. өте қызық маған. Мария, сізге? Менде фильм ұнады, және ойын бұл фильм өтірік айтуда жақсы емес екенен. Ойын ұнады. Және үйрену деген көрсетеді. Мгм. Мені жақсы емес деді Жұлдыз, мен сіздің айтқаныңызды түсінбедім. Қазақ тілін үйрену керектігін ойын арқылы жеткізіп тұр дейді. Фильмнің ойы арқылы жеткізіп тұр деп солай айтып тұр. Жаса келесі видеоны көрсек. Екеуі бір-бірімен байланысты. Анығында мен қарапайым халық мұғалім. Көрініп тұр ғой, иә? Оқыған оқуым да көп емес. Аз. Сол аз білімді қайткенде ел мүддесіне, ел мақсатына жұмсаймын деп ой кешкен адам. Менің ісімде тарихтың сынына түсі. Қазіргі жастарға айтарым. Енді өздеріңде адам. Менің алды көпті істеген ісім болса, соның бәрі осында отырған қай-қайсының да қолымнан келеді. Мен оған кәміл сенемін. Ахмет Тұрсынұлы не айтқысы келді деп ойлайсыздар? Негізінде қазақ тілі білімінің негізін қалаушы. Қазіргі таңда біздің оқып отырған әрбір әліпбиіміздің авторы осы кісі саналады бастап, кезеңнен бастап. Жалпы екі видео, бұл бірінші сериал Оян қазақ деп аталады. Көремін деушілерге өте жақсы фильм. Өзім толыққанды көріп шыққаннан кейін сіздерге ұсыныс ретінде айта аламын. Келесі бізде Ахмет Байтұрсынұлы. Ахмет Байтұрсынұлының әліппе жазу барысында әрбір әріпке қалай тоқталғандығын осы сериал арқылы көре аласыздар. Яғни біздің әрбір ірі тұлғаларымызға арнап сериал түсіріп қойған. Қазіргі таңда ол Қазақстан телеарнасы арқылы жүргізіледі. Сол бойынша көріп шықсаңыздар, қазақ тіліне деген махаббаттарыңыз одан сайын ашылатынына мен кәміл сенімдімін. Мария, сіз Оян біраз қазақ талғап деген жіберейік енді, Альбинас, асықпай қойыңыз. Оян қазақ деген сериал ютубта бар ғой, иә, Альбина ханым? Бар. Мен сіздерге Байтұрсынұлының екеуі де бар. Байтұрсынұлының киносы да бар, бөлек түсірілген. Міржақып Дулатұлына бөлек түсірілген. Әрбір мына алаш ардақтыларына арнап кинолар түсірілген ғой. Жеке кинолар. Сол кезде Сол бәрінің сілтемесін жіберсеңіз, Альбина ханым. Альбинас, ортақ чатқа жіберіңіз, иә? Ортақ чатқа. Рахмет. Рахмет. Жалпы талдасақ, екі видео арқылы не түсіндіңіздер? Енді Жұлдыз, сіз түсіндіңіз ба бір нәрсе? Мен түсіндім, бірақ көпті маған объяснять түсіндіру керек. Және мен осы ойым маған
ойлау керек. Мгм. Иә. Мария сізші бірдеңе түсіндіңіз ба соңғы видеодан? Фильмді екі сериалы өте жақсы, қызықты, бірақ қайғылы болғаны өкінішті. Байтұрсынов мене тілді үйренуге бағытып отыр. Мгм. Енді бізде бар, қазақта айтады ғой, қазақтар жалпы ғалымдар айтады, қазақтың, яғни ұлттың дейді, ұлттың ұстазы деп айтады. Яғни учитель нации деп айтады да, орысша айтқанда осы Ахмет Байтұрсынұлының. Себебі сол уақытта бүкіл мына ғылым салаларының дамуына көп ықпал еткен ғой. Әсіресе қазақ тілінің алфавитін төте жазу, негізі арабшадан келген бүкіл төте жазумен жазған ғой орта ғасырдың бәрінде. Сол кезде сол төте жазуды қазақ тіліне ыңғайлап қайтадан ұсынған ғой. Сол кезде біздің ғалымдар, бір топ адамдар оған қарсы шығып, төте жазуды емес, қазіргі жоқ, латын әрпіне көшкен, латиница дейді ғой, латынға көшкен, латыннан кейін көп ұзамай дәл қазіргі қолданып жүрген кирилл алфавитіне көшкен. Енді ол бір саясат жатқан. Жалпы сол уақыттағы саясаттан бәріңіз хабарларыңыз бар шығар деп ойлаймын, тарихтан. Дегенменен қазақтың тарихын толығырақ түсіну үшін сол осы киноларды бір қайталап көрсеңіздер жақсы болады деп ойлаймын. Жаңағы дәл қазір Альбина берген үзіндіде Ахмет Байтұрсынұлы айтады ғой, мен жасаған нәрсені барлық жастар жасай алады деп айтып тұр, жастарға сеніп тұр. Мен жасаған нәрсені сіздер де жасай аласыздар деп тұр да. Сонда бүйтіп тыңдап отқан қыздарды бүйтіп көрсетіп қойған ғой түрлеріне. Көздеріне бір от ойнап, Ахмет Байтұрсынұлы сөйтіп айтқан кезде олар да, біз де жасай алады екенбіз деп өздеріне сенген сияқты сол фильм түсіргенде сондай бір сәттерін әдемі қылып көрсеткен екен. Мен кішкене мына көрген өзім түсінгенімді айтып жатырмын. Сол бізде сол Байтұрсынұлы бізге сенетін болсақ, бізде сол сенімді ақтап, қолымыздан келгенше ұлтқа қызмет етіп, барынша пайдалы, ұлтқа пайдалы болсақ, өзімізге де пайдалы болайын деп тұрмыз ғой. Жалпы мына бизнесмендерді айтады ғой, сен жақсылықты басқа адамдарға жаса, сол кезде сен өзіңнен өзің байисың деп айтады көп бизнес тренерлер. Сол сияқты ойлаймын мен де. Мысалы, көбірек жақсылық жасаған сайын айланып мына жағынан саған басқаша жағынан көбірек береке келеді дейді. Сол менің түсінгенім. Альбина ханым, жалғастыра беріңіз. Жалпы бұл жердегі ойды жеткізу барысында неге бұл екі сериалды алдым деген кезде, біріншіден өзім көрдім, өзім көрмеген дүниені мен өзгеге ұсына алмаймын. Себебі қазақ тілінде игеру барысында сіздерге ең алдымен оның қалай құралғаны түсіндіргім келді. Оны сіздер осы Ахмет Байтұрсынұлының киносын көргеннен кейін барып түсінесіздер. Әрбір әріпке ол кісі өзі тоқталған. Яғни әрбір дәйекшелерді қою барысында өте қатты жұмыс жасағанын байқайсыздар. Ұлы тұлғалардан қалған асыл мұраны әрмен қарай жалғастырушы ол қазіргі ұрпақ болып табылады. Мен соны жеткізгім келген болатын. Қазір білмейді. Жалпы Абай Құнанбаевұлына да байланысты фильмдер бар, Төле биге де байланысты фильмдер бар. Қазақша киноларды мейлінше көбірек көрсеңіздер, сіздердің сөздік қорларыңыз одан сайын жүйелі және нақты бола түседі. Сонымен қатар сіздер қазақша әндерді тыңдайсыздар ма? Кімдердің әндерін тыңдайсыздар көбінде? Қылмұрат? Қандай әншілерді? Қандай әншілерді? Қазақша қандай әндер десеңіз, Қайрат Нұртас па? Қайрат Нұртас, ол сен емес деген әні бар. Ол маған ұнайды, соны тыңдаймын. Енді қазақтар көп бар ғой, қазір енді ұмытып кетіппін, енді ютубта шығады, тыңдаймын мен ара-сара. Батыр. Ақылым келмей тұр. Мария, сізге?
Мен өте ұнайды Батыр және Қайрат Нұртас. Мгм. Қандай өлеңдері? Батырхан Шүкенов. Мгм. Бір қандай өлеңдері именно? Біреуі таңдамалы бар ма, әлде барлығын жақсы көресіз бе? А, Жұлдыз, Әм, сізде? Менде Руша, ең ұнайтын ән ол Қол шатыр. Жақсы. Лера апай, сізге ше? Маған классикадан сол Роза Рымбаева, Роза Бағланова, Нұрлан Өнербаев әншілер өте көп. Қазіргі Мгм. жастардың ішінде сол сіздер айтатын Қайрат Нұртас, содан кейін енді өте көп Кешу тобының әндері, Кешу тобы бар. Мгм. Сосын бұрынғы біздің кезеңнен Тамшылар дегенді айтатын. Музарт тобы бар біздің біздің замандағы әншілер қазір қартайып қалды. Музарт тобы тағы қайсы көп қой енді. Сәкен Майғазиев соның ішіндегі мысалы, Мейрамбек Беспаев олардың жеке әндер орындаған. Содан кейін тағы кімдер? Қазіргі жастардың ішінде